Талғар жоғарғы медициналық колледжі 104 емдеуші тобының студенттері оқуға қышта жобасы аясында Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасын талдады. Мен Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» атты кітабын оқыдым. Бұл кітапта маған қожаның әжесі ұнады. Қожаның ең жақын адамы әжесі болады. Ол мейірімді, тәрбиесі терең, ауылдың өмірін түсінетін адам болған. Әжесі қожаны ерекше жақсы көреді және оның болашағына қатты алаңдайды. Әжесі фильмнің рухани тірегі, ол қожаның жақсылыққа ұмтылуына себепкер. Менің атым Қожа фильмін көрдім және кітабын оқыдым. Осы кітаптың ішінде маған ұнаған кейіпкер ол Сұлтан. Сұлтан қожаның ең жақын досы және де достыққа адал, шыншыл адам болды. Ал оның кемшіліктері көп жағдайда тез тәуекелге барады, бірақ оның салдары не болатынын білмейді. Және де оның құндылықтары достыққа адал және де қожаның ең жақын досы. Мен Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» кітабын оқыдым және фильмін көрдім. Маған ұнаған кейіпкер Майқанова апай. Майқанова қожаның мұғалімі және сынып жетекшісі. Ол қатал, тәртіпке ерекше мән береді. Майқанова апай үшін сабақты бұзу үлкен мәселе, ал қожа оны жиі жасап қояды. Майқанова апай қожаның тентектігіне қарамастан, оның жақсы жақтарын көріп, тәрбиесіне ықпал етуге көп көмегін тигізеді. Маған Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» фильміндегі Жанардың рөлі ұнады. Өйткені Жанар өте тәрбиелі, тәртіпті, ақылды қыз. Ол қожаның көптеген қызығушылықтарын тудырады және де батылдыққа, шыншылдыққа үйретеді. Мен Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» кітабын және де фильмін көрдім. Маған сол кітапта бейнеленген кейіпкер Рахманов ағай маған қатты ұнады. Себебі ол қожаға өзінің ақылын айтты және де қожаның әкесі туралы көргендігін қожаға түсіндіріп айтты десек те болады. Мен Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» фильмін көрдім, оның кітабын оқыдым. Қожа жасөспірім өмірге деген көзқарасы ерекше және тәртібі бұзық, бірақ сабағын өте жақсы оқыған. Қиялшыл және шындықты бетке айтатын, кейде әсірелеп айтатын тұлға болған. Мен Бердібек Соқпақбаевтың кітабын оқыдым және оның фильмін көрдім. Маған ол фильмде ұнаған адам, кейіпкер Жантас болды. Жантас сыныптағы ұқыпты, бірақ менімен және қожаға қарама-қарсы мінезді бала. Ол өзін басқалардан жоғары ұстап, қожаны келеке етуден ләззат алады. Құндылықтары өз мақсатына жетуге тырысады. Жаз. Не деп жазам? Жаз. Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз тиісіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қоймасашы? Егер бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кеші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесің, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауыздан қабылданды.